Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, жігіттер негізінде қыз баланың мынандай бойындағы сипаттарына қарап үйленеді дейді. Біреулер сол қыз бала дүниесіне қызығып үйленеді дейді. Мәлиха. Қыздың кәсібі бар, теуіп жүрген көлігі бар, әдемі. Зикір мініп алыпты. Зикірі бар екен мынандай. Қараса iPhone 15, мынау әдемі крутой қыз екен ғой деп, біреу соған кәдімгідей ғашық болып қалды соған. Кәдімгідей басымен қадалып, осы қызды осыған үйленеді. Екінші біреу бар, оқулықиха. Екінші бір жігіт басқа бір қызға мінезіне қызығып үйленгісі келіп тұр дейді. Мына қыздың мінезі керемет екен, осы қыз маған келеді екен деп. Үшінші біреу ва диниха. Үшіншісі дінінен қызығып тұр дейді. Намазхан қыз екен, машалла ар ұятты білетін қыз екен, орамалымен әурені жауып жүрген қыз екен деп, үшінші бір жігіт солдай қызға қызығып тұр дейді. Енді алдында мына жігіттерде қызықпа деп жатқан сөз жоқ, ол адамның нәпсісінде, табиғатында бар нәрсе. Яғни біреудің талғамын әңгіме етіп тұрған жоқ бұл жерде. Шынымен адамдар осындай талғамына қарап бөлінетіндігін айтып берген алейхиссалам. Біреу мынаған қызықты, біреу мынаған қызықты, біреу мынаған қызықты деп айтып келеді да, фаалейка бизатид дин уал хулуқ. Бірақ алейхиссалам айтады, енді бірақ қайсысы оның ішінде абзалы дейтін болсаңдар, дініне қызығып алыңдар дейді. Дініне.